Төртіншісі әл-мухалафа лил хавадис. Жаратылысқа ұқсамайды Алла. Ал біз жаратылысқа ұқсаймыз. Мынау балалар дүниеге келетін перзент қана. Сол перзент қанадағы сәби балалардың бәрі бір-біріне ұқсап жатады екен. Қолдарына не байлап қоймаса, біреудің баласы біреу кетіп қалады. Ажырата алмайды да, түрлеріне қарапшы. Тула салысымен қолына не байлап қояды екен. Жаңағыдай белгілері бар. Сол белгі бойынша ғана балаңды тауып аласың. Нәресте балалар да бір-біріне қатты ұқсайды екен. Одан кейін қартайған шақта да адамдар бір-біріне қатты ұқсайды екен. Ақжаулықты апалардың бәрін отырғызып қойсаң, бәрі бірдей болып тұрады. Анаңды таппай қаласың өзің. Ақсақалдардың бәрін отырғызып қойсаң, бәрі бірдей болып тұрады. Бойларды, түрлерді бірдей, субханалла. Демек, адамға адам ұқсайды екен. Ал орта буында біз ұқсамаймыз қазір. Сондай жаста жүрміз, бауырлар. Демек, Алла субхана ва тағала неге ешнәрсеге ұқсамайды екен? Бірақ өкінішке орай кейбір бауырларымыз ұқсатып жатыр. Кейбір бауырларымыз Алла Тағаланың жүзі бар, қолы бар, аяғы бар, орнынан тұрады, отырады, ашуланады, күледі, жүреді, жүгіреді, түседі, көтеріледі дегенде бір нәрсе елестеді ме, елестемеді ме ойларына? Елестеп жатыр ғой. Мен бір бауырмен осы темада сөйлескен кезде шыныңды айтшы бауырым дедім. Сен бит намаз оқыған кезде аспанда бірі отырған бірдеңе елестей ме, елестемей ме деймін. Елестейді деді. Бауырым, денеңде әлі жаның бар екен, тәубаңа келіп, сен ана удалить етіп таста деймін ананы. Отырғанда. Ол Алла емес ол. Сен ойлап тұрған ол Алла емес. Алла ондай емес. Лайса камислиги шай деген аят бар. Алла ешнәрсеге ұқсамайды. Ал шайтан иблис саған сондай сурет салып берді. Аспанда отырып етіп қарап, екі қол бар дейді, екеуі де оң жағында дейді. Балтыры бар оңдап қояды. Сақал бар деп айтамайын дейді. Бірақ күдірәйбі шашы бар дейді. Құдай сақтасын, сол уахабистердің кітабы бар менде. Мен маман ретінде әдейі олардың кітабын жинап отырам. Түртіп қарап отырам. Солардың кітабына бит жазып қойыпты. Солардың бір ұстаз сымақтары. Алла субхана ва тағаланың дейді, бүткіл мүшесі бар екенін дейді, мен дәлелдеп берем деген. Жыныс мүшесінен басқасын бәрін дәлелдеп берем деген. Ананы естіген кезде жағам ұстадым. Құдай сақтасын. Қандай адамдар бұлар? Бауырлар, христиандардың ақидасы сондай. Ахли кітаптардағы христиандар қазіргі бұзылып кеткендер. Иса алейхиссаламға түскен инжил емес, қазір бұлардың қолындағы Библия. Библия негізінде біреу болу керек еді. Бұлардың қолында қазір неше Библия бар? Үшеу емес, 4 Библия бар. Төртеуі бір-біріне қарсы сөйлейді. Біз қазір бұлардың қолында Библияға иман келтірмейміз. Біз Иса алейхиссаламға түскен оригинал Библияға иман келтіреміз. Сол инжил еді. Бірақ оны бұзып тастады бұлар. Өздерінің нәпсілеріне ұнамайтын сөздер алып тастады да, өздеріне ұнайтын сөздер жазып алды. Солардың сенімінде осындай мәселе бар. Алла субхана ва тағала ұқсатып қояды кәдімгідей. Где Бог десең, на небесі, на трон деп жауап береді. Аспанда, аршыда дейді. Алланың аяғы бар ма, қолы бар ма деп сұрап көріңіздерші, Валера ма, Николай ма, кім? Сұраңыздар. Дәл сөйтіп айтып береді. Алланың қолы бар дейді, олардың несі бойынша. Бар дейді. Менікі сияқты осындай саусағы бар қолма десең, жоқ дейді. Қандай десең, өзіне жараса деп қояды. Тұр, уахабистердің ақидалары бір солардың. Алла сақтасын. Өйткені сол бауырларымыз әл-мухалафа лил хавадис деген Алланың сипатын түсінбегендіктен болып тұр олар. Алланы танып тұрған жоқ. Олар өздеріне сол араб тілінде келген сөздіктерді сол қалпында аударамыз деп көп жерде не істеп кетті?